Шымкент қалалық көз көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханасы «Шекарасыз өнер, мүмкіндігі шексіз таланттар» жобасын назарларыңызға ұсынады. Бірінші жобамызда таныстыратынымыз Рэй Чарльз. Рэй Чарльз Робинсон американдық музыкант, әнші, композитор, вокалдық аранжировщик және дирижер. Зағип джаз музыканты. Оның ғылыми еңбектерінің жемісіне қазіргі заманғы эстрада жұлдыздарының көпшілігі қызыға да қызғана да алады. ақш-та ол мүлдем соқыр болғанына қарамастан, соғыстан кейінгі маңызды және шынайы американдық музыканттардың бірі болып саналады. Оның активінде 70-тен астам альбомы бар. Рэй Чарльз Робинсон 1930 жылы 23 қыркүйекте Арета мен Бейли Робинсондардың отбасында дүниеге келген. Бірақ көп ұзамай ата-аналары ажырасып, Арета ұлдарымен Джорджиядан оңтүстік Флоридаға, Гринвиллдің кішкентай ауылына көшті. Оның ата-анасы шығармашылықпен мүлдем байланысты емес еді. Анасы ағаш кесетін зауытта, ал әкесі механик болып жұмыс істейтін еді. Болашақ музыкалық данышпанның отбасы өте қарапайым еді және балалық шағы оңай болмады. Анасы ұлдарын тәрбиелеп, үмітсіз кедейліктен құтылуға тырысты. Рэй 5 жасында інісі Джордж суға батып кетті. Үлкен ағасы оны құтқара алмады. Осы қайғылы оқиғадан кейін Рэй көзін жоғалта бастады және 7 жасында соқыр болды. Дүниені көрмеу қорқынышты болды, бірақ Рэй үшін емес. Анасы баланы болашақ өмірге дайындады. Ол үйді қалай айналып өту керектігін, үй міндеттерін қалай орындау керектігін үйретті. Ол ыдыс жуды, отын жарды, көретін адам жасайтынын бәрін жасады. Көршілер анасын осындай тәрбиесі үшін айыптады, ал Рэй риза болған еді. Гринвиллдегі үйінің жанында буги-вуги жиі ойнайтын кафе болған. Әрең естіліп тұрған таныс әуенге бала барлық істерді тастап, фортепианода ойнауды үйреткен кафеге жүгіретін. Көру қабілетінен айырылғаннан кейін, анасы ұлын саңыраулар мен зағиптарға арналған Әулие Августин мектебіне жіберді. Мұнда Рэй музыкалық білімін Брайль алфавитімен жалғастырды. Ол кларнет, саксофон, тромбон, орган, фортепианода ойнаудың қыр-сырын түсінді. Баптистік хорда ән айтты. 15 жасында Рэй анасынан айырылды. Тағы 2 жылдан кейін әкесі де өмірден өтті. Қайғының соншалықты ауыр болғаны, ол одан сайын музыкаға барынша үңіле бастады. Атақты музыканттың қабілетіне сеніп, шабыттандырған жалғыз адам туралы Рэй әрбір сұхбатында айтып отыратын. Анам қайтыс болғанда, мен бірнеше күн нәр татпағаныммен қоса сөйлей және ұйықтай алмай қалдым. Есімнен адасатыныма сенімді болдым. Осыдан кейін Чарльз мектепті тастап, Джексонвиллде тұратын анасының құрбысына бару туралы шешім қабылдайды. Біраз уақыттан кейін ол еркін өмір сүргісі келді. Осылайша Орландоға келді. Ол жерде оны аштық, кедейлік, әртүрлі кафелерде ойнау және есірткіге тәуелді 17 жылға созылған өмір күтіп тұрды. 50-ші жылдары музыканттың ресми лақап аты дүниеге келді. Боксшы Рэй Робинсонмен шатастырмау үшін тегі алынып тасталды. Рэй Чарльз композициялардың ерекше дыбысына қол жеткізе отырып, өзінің стилін іздейді. Дауыспен тәжірибе жасайды. Соның ішінде әндердегі ысқырықтар, айқайлар және сөздің
эмоционалды бояуын күшейтетін басқа дыбыстар. 60 жылдардың басында әншінің соншалықты көп ақша тапқаны, ол атақты дәрігерлерден толық медициналық тексеруден өтіп қана қоймай, сонымен қатар Беверли Хиллстың алтын үшбұрышында сәнді зәулім үй сатып алды. Алайда Рэй көру қабілетін қайтара алмады. Рэй Чарльз 80-ші жылдары бір көзін беруге дайын донорларды іздеуде анонимді хабарландыруларды берді. Алайда дәрігерлер бұл операцияны мағынасыз және қауіпті деп санады. Сөйтіп, музыканттың бұл арманы орындалмады. 70-ші жылдардан кейін музыкант көп өнер көрсетті. Кантри бағыттағы композицияларға көбірек көңіл бөлді. Өмірінің соңғы 10 жылдықтарында Рэй Чарльз өзінің әуендеріне электронды аспаптардың дыбысын енгізді. Ол 20-шы ғасырға дейін ақш халқына айналған әртүрлі халықтардың музыкасын бір тұтас етіп тоқыды. Орындаушының танымалдығы соншалықты болғаны, оны президенттердің инаугурациясында да өнер көрсетуге шақырған, атап айтқанда Рональд Рейганның және Билл Клинтонның. Музыкант әйелдерді жақсы көрді. Олардың 9-ы оның балаларының анасы болды. Бірақ тек 2 әйелмен Рэй ресми одақ құрды. Айлин Уильямспен және Делла Беатрис Ховард Робинсонмен. Бірінші неке 1 жылдан кейін аяқталды. Екінші одақ 22 жылға созылды. Ерлі зайыптылар 3 ұл тәрбиеледі. Дэвид, Рэй Чарльз және Реверенд Робинсон. Олардан басқа Рэй тағы 9 заңсыз баланы мойындады. Өмір жолын аяқтамас бұрын әкесі әр балаға $1 миллион берді. Музыканттың соңғы серігі Норма Пинелла болды. Өмірінің соңғы 2 жылында Рэй Чарльз онкологиямен күресті. Ол хирургиялық операциядан кейін қатты қалпына келді. Дегенімен, тіпті серуендеу мүмкіндігінен айырылған музыкант күнделікті жұмыс істеген өзінің дыбыс жазу студиясына барып жүрді. 2004 жылы 10 маусымда үйінде қайтыс болды. Калифорниядағы Инглвудтағы Инглвуд парк зиратында жерленген. Күзде Лос-Анджелесте Рэй Чарльзды еске алу концерті бір залда 20 мың көрермен мен әйгілі музыканттарды жинап, оның әндерін орындады.